Егер драконның шендеуге көмектескісі келмесе, не көздеді? Мүмкін бостандыққа шыққысы келетін шығар. Ши жоқ жұлдыздың орналасуы бізге бұл мәселенің жауабын көрсетеді. Иә, бірақ ол жауапты менің кітап сөрелерімнен де іздеуге болады. Зерттеу жұмыстарымен айналысуымыз керек. Менің тыңшыларым шығанақтың түпкір-түпкірін тінтіп жатыр. Драго алысқа кете алмайды. Оның ешқандай мүмкіндігі жоқ. Сонымен білек, маған жүктейтін тапсырмаң қандай? Тапсырманы саған тек мектеп береді, түсіндің бе? Қандай керемет. Жарайсың. Керемет. Ой, кешіріңіз. Көшірімін алғысы келген адамға ұқсайды екен. Меніңше ол транс күйінде отырған сияқты. Джеки, кейін өзім хабарласам. Сәлеметсіз бе? Я, Хартман ханым, бұл Джейдтің ағасы. Дайынсыңдар ма? Бастаймыз ба? Жабылатын кез келді. Ертең келіңіздер. Бірақ ертең. Бұл жұмысты иттің етінен жек көрем. Мен де. Болды, қойылым аяқталды. Бұл жерден табаныңды жалтырат. Мен Шендюдің ұлы Драгоман. Мен әлем әміршісі болғанда айтқандарымды тыңдайтын болыңдар. Кешір жігітім, бірақ сенің әкең бізді өртеп жібере жаздаған. Менде ол күйіктердің орындары қалып қойды. Демек менің айтқанымнан бас тартпақсың ба? Бұл бос талбаса әлемді жаулап алу оңай іс емес. Келесі кім? Біз райымыздан қайттық. Келісесіңдер ме? Онда сендерді біраз өзгертетін кез келді. Өзгертетін? Менің терім өте сезімтал. Қандай керемет. Мәссаған. Мен енді кез келген уақытта ыстық сэндвичтер дайындай аламын. Алдымен не ұрлауымыз керек? Ақша ма? Әлде асыл тастар ма? Мені. Ал өзіндік әрекет бостандығы деген қайда? Біз Америкада жүрміз. Джейд, өзіндік әрекеттің бұл жерде ешқандай қатысы жоқ. Сен өзіңді өте мәдениетсіз ұстайсың. Бұдан бұлай кекірмеуге маған уәде бер. Тамаша, 16-ға толғанша ашудан жарылып кететін шығармын. Біз драконның қайда екенін анықтадық. Джейд, осы жерде күт. Айта қойшы. Маған үнемі солай деуден жалыққан жоқсың ба?